Сәлем достар. Осындай оптимизацияға қалай жасау керек екенін, ежемесячный платежді азайтудың қалай екенін айтып жіберейін. Алдында істейін деп ойымда жүрген. Так, мен басында негізі мына жақта 2000 бұған дейін мартқа дейін 300-дің үстінде ақшалар төлеп жүрдім. Одан кейін зарплаталар кешігіп, тағы да басқа шаруалар болып, маған не выгодно болды ондай суммада төлеу. Сол себептен мен Каспимен өзгертейін деп едім өзінен. Оның ішінде ондай функция жоқ. Гидпен сообщение небен Каспийдің ішінен гид деген разделге кіріп сообщениемен үстінде жазуға да келмейді, олар отказ берді. Сол себептен басқалар айтқандай мен басқалардан үйренгенімді көрсетейін сіздерге. Мынандай формада сообщение жазу керек. Мен бұны қазір Telegram каналға тіркеп қоямын, ссылканы астына қалдырамын. Осы форманы алсаңыз болады. Толтырып, бұны кез келген банк, тек қана Каспий банк емес, басқа да банктерге осындай формада жазып, олардың почтасына интернеттен тауып алып, Google-ге жазсаңыздар шығады, барлығына жазып жіберіңіздер. Сол үшін содан кейін сізге сообщение келеді. Осы сообщениені келгеннен кейін сіздің, мысалы, маған Каспий банкке жаздым, Каспий банкке маған 21-інде жаздым. 2-3 күннен кейін келді сообщение, Каспий банкке келді. Одан кейін тағы да соны подтверждать етіп, керекті документті жұмыс орнындағы зарплата жалақының анықтамасын сол жаққа фото күйінде салдым. Сосын қаншадан төлей алатыныңызды жазуыңыз керек сол Каспийге. Содан кейін 1-2 күн шешім қабылдайды. Сосын сізге басқа жаңағыдай график береді. Мен мысалға 180 мыңнан төлей аламын деп жаздым. Олар маған 6 ай көлемінде оптимизация августке дейін осындай көлемде төлеуге рұқсат берді. Одан кейін 38 мың болады. Жаңағы сумманы, сізде қалып тұрған сумма бар ғой, берешек. Сол сумманы аз суммаларға бөліп тастайды процентсіз. Енді мен мынаның форманы қалай толтыру керек екенін жазып жіберейін. Мына жаққа мысалы Каспий банк, АО Каспий банк, Каспий банктың өзі екіге бөлінеді. Каспий банк деген бар, и АО Каспий банк бар. Оны мысалы ламтация деп жаздым. Одан кейін кредит алушы өзіңіздің аты жөніңіз, толық аты, ЖСН номері, мекен жайым, телефон. Одан кейін сіздер мына жаққа қай жылы неге кредит дегенге кірсеңіз, мысалы мой банкке кіріп, астында кредитіңіз тұрады, информацияға кірсеңіз, сол жақта кредиттің договорыңыздың номері тұрады, және оның дата алған күніңіз. Менде әртүрлі кредиттер болды наличными. Олардың мысалға 3 договорға бөліп жазған. Сол 3 договордың да номерлерін жаздым, қай даталарды алғанымды. Мысалы мына жермен 2 договор жазған. Так, 2 договор бойынша, 3 кредит, 2 договор бойынша. Сосын мынандай остаток қалып тұр деп жаздым. Сіз мысалы досрочное погашение деген кезде қанша шығып тұр, сондай остатокты жазу керек. Сосын мен кредитті ай сайын мынандай шамамен жартысын қатты асырып жазбаңыздар. Мысалға сіз 200 мың төлеп жүрсеңіз, 100 мың төлей аламын деп жазыңыз, немесе жартысын. Сосын олар одан да азайтып беруі мүмкін. Бірақ жаңағыдай маған 10 мыңнан, 50 мыңнан қойып бер деп жазсаңыз, олар отказ беруі мүмкін. Сол себептен солай жазасыз. Мысалы мен 301-дің есемімді айттым, 180 мыңнан төлей аламын деп. Одан кейін мына жерге нақты себебіңізді жазасыз. Осы жердің бәріне нақты себебіңізді жазасыз. Мысалы ауырып қалуына байланысты, зарплатам жұмыстан шығып қалуына байланысты, немесе зарплатам жалақым төмендеуіне байланысты, немесе кешіктірілуіне байланысты. Реальный ситуацияны жазыңыз ескеретіндей, немесе қағазбен дәлелдей алатындай. Сосын осы жағдайларға байланысты мынаның бәрі мына сіздерге дайын текст күйінде бар, мен жасап қойдым. Осыны жіберемін пустой күйінде. Бұны компьютерден немесе Word-тан жіберемін, немесе қолмен мына жерде бланктерді толтырып шықсаңыз болады. Сосын мен мына жерде дәл қазір мен атымда деген кезде мына жерде 3 кредит пен қарыздар бар деп жаздым. Каждый банктың мысалы жазып шықтым. Одан кейін мынаның барлығы да заңды білетініңізді жөнінде
анықтамалар, оны оқысаңыз болады. Бізде заң қарастырылған осындай кредиттік банк қарыз шартының қолдану мерзімін өзгертуге байланысты. Мысалы міне, дәл қазір мендегі қаржылық қиыншылыққа байланысты осы алған сумманы үстемеақы толық төлей алмаймын. Мен қарыз сомасы сыйақы төлеуден қашпаймын және маған ақша түскен күні бірден барып төлеуге уәде беремін. Бұл қиындықтар уақытша. Мен қазір қарыздың тезірек жабуы үшін қосымша табыс көздерін және қосымша қаражат қарастырудамын. Сондықтан менің алған несиемді мерзімінен кешіктірмей кредиттік тарихымды бұзбай, үстіне өсімпұл қосып көбейтпей төлеуім үшін менің қазір төлеп жүрген ай сайынғы төлемімді мысалы қанша төлей аламын деп жазыңыз. Мынандай теңгеге азайтып, жартысын мен қазір несиемен мынандай теңге ай сайын төлей аламын деп жазуыңыз керек. Мысалы анықтама, мен мысалы қосымша анықтамаға жалақы туралы анықтама жұмыс орнынан аласыз, директорыңыз қойып печать қойып береді. Соны фотоға түсіріп, соны да мына немен бірге салып жібересіз почтаға. Одан кейін Каспий банкке сол фотоны жүктеу керек болады. Өтініш иесінің аты жөні, мына жерге қолыңызды қойып, мына жерге күніңізді қоясыз, толтырған күніңіз. Енді мен сіздерге қосымша алдында өзім жіберген, мен мысалы Каспийдің почтасын осы үш почтаны таптым. Мына екеуі жасамайды деді, сообщение келді, бұлар уже қазір не работает деп. Мынаған барды сообщение, осыдан мына почтадан жауап келді. Сіздерге рекомендую осы екі почтаға жіберуге. Халық банк, басқа да банктерге жіберсеңіз болады, почталарын тауып алып. Мен мысалы канцелярия департаменті мынаған, халық банкте болса мынаған және мынаған жіберер едім. И басқа банктерді де өздеріңіз интернеттен қарап тауып аласыздар. Мен бұларды қазір телеграмға жүктеп қойдым. Телеграм ссылкасын ютубтың астына қоямын. Осыған кіріп мынаны дайын бланкты сақтап алып толтырасыздар. Азайту телеграмға жіберген мен мынандай пустой түрін жібердім сіздерге. Қазір осыны жіберемін. Одан сіздерге сообщение келеді. Бұл оңай, ерінбей толтырсаңыздар. Мен мынаны телеграмға салам, мынаны салдым. Мына графиктің өзімнің фотосын жібердім, қалай көрсетіліп тұрған. Мынандай сізге. Одан кейін осындай болады. Одан кейін справка зарплатный. Справка зарплатадан, мысалы, анықтама туралы. Мысалы, маған мынандай зарплата өзім жасатып алдым. Сосын болды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Қарыз кредиттеріңізден тезірек құтылуларыңызды тілеймін. Барлықтарыңызға сәттілік.